Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Кезекті дәрісімізде сізді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі өтетін сабағымыз бұл өткен шақ. Өткен шақтың жалғаулықтары бізде жалпы дәл қазақ тіліндегі сияқты, жалпы осы өткен шақ көптеген шәкірттерге, барлық жалпы қазақ тілін білетін адамдарға өте жеңіл келеді. Себебі дәлме-дәл қазақ тіліндегі сияқты жалғаулықтар реттілігі солай жалғанады екен. Енді қараңыздар, өткен шақтың жалғаулықтары бұл бізде д, ди, ду, ду, т, ти, ту, тө деген жалғаулықтар. Бұл жалғаулықтар фыстықчы шахап ережесіне байланысты жалғанады. Егер де фыстықчы шахап сөзіндегі дауыссыз дыбыстармен аяқталған әріпке сөзге осы жалғаулықтардың біреуі жалғану керек болса, онда т әріпінен басталған жалғаулықтар жалғанады. Яғни осы ереже, фыстықчы шахап ережесі деп отырғанбыз. Және де сол сияқты а, ы болса, и болса, и болса, и, у болса, ö болса, деген лайфхактар деген ереже бойынша да осы жалғаулықтарымыз етістікке жалғанады екен. Енді біз сіздермен өткен шақтың түрік тілінде екі түрі бар. Бұл біріншісі бүгінгі өтетініміз görülen geçmiş zaman. Осы görülen geçmiş zamanның жоғарыда бұл жалғаулықтары тұр. Görülen geçmiş zaman дегеніміз не өзі? Görülen деген сөзге тоқтайықшы. Görülen бұл өзің көрген деген сөзді. Өзің көрген, өзің сол жерде болған, өзің білетін деген мағынаны білдіреді. Яғни өткен шақтағы іс-әрекетті сен сол жерде өзің болдың, өз көзіңмен көрдің. Сол үшін ол өз көзіңмен көрген болған үшін өз көзіңмен көрген өткен шақ деп айтылады екен түрік тілінде, аударатын болсаң. Енді келесі екінші түрі бұл ол жерде сен болмайсың, ол іс-әрекеттің ішінде сен жоқсың, бірақ сол іс-әрекетті өткен шақта болды. Сен басқа біреуден естіп тұрсың. Демек бұл біреуден естілген, яғни duyulan geçmiş zaman. Естілген, duyulan деген сөз біреуден естіген, яғни естілген, өткен шақ деп айтылады екен. Біреуден естіген өткен шақ. Бұл бұдан бұрын біз сіздермен жалпы осы есімдіктерге жалғанатын жіктік жалғаулықтары жайлы айтып өтейік. Яғни басқа жалғаулықтардан сәл өзгешелеу. Есімдіктерге жалғанатын бән сөзіне, есімдігіне жалғанатын жалғаулық ме, сән есімдігіне жалғанатын жалғаулық не, о есімдігінде ешқандай жалғаулық жоқ. Біз есімдігінде к деген жалғаулық бар. Сіз есімдігінде ныз, нез, нуз, нөз деген жалғаулық бар. Онлар есімдігінде барлығымыз білетіндей лар, лер жақша ішінде қолдансақ та қолданбасақ та болады. Осы есімдіктердің жалғаулықтарын міндетті түрде жаттап алыңыздар. Жақсы. Енді осы görülen geçmiş zaman, осы өткен шақтың осы түрінің енді біз қалай жасалу жолын көрейік. Яғни рет-ретімен жалғаулықтар, қай жалғаулықтан кейін қайсы жалғаулық келеді, соны сіздерге алдымен көрсетіп өткім келіп тұр. Жаңа айтып өткенімде ешқандай қиындық жоқ, дәл қазақ тіліндегідей. Алдымен есімдіктер келеді, есімдіктерден кейін етістік келеді. Eylem дегеніміз бізде етістік, Етістікке енді егер де сіздің сөйлеміңіз болымсыз сөйлем болатын болса, онда сол болымсыз сөйлемнің жалғаулықтарын жалғаймыз. Ол бізде түрік тілінде ма немесе ме деген екі жалғаулықтың бірі жалғанады. Егер eylem, яғни етістігіңіз жуан дауысты, соңғы буыны жуан дауыстыдан құралып тұрған болса, ма жалғанады. Егер де соңғы eylemнің, яғни етістіктің соңғы буыны жіңішке дауыстыға аяқталып тұрса, онда ме жалғаулығы жалғанады екен. Егер яғни сөйлеміңіз болымсыз болса, алдымен сол болымсыз сөйлемнің жалғаулықтары жалғанады. Келесі бұл бізде өткен шақтың өзінің жалғаулықтары. Жаңа айтып өткендей д, ди, ду, ду, т, ти, ту, ту. Қайсысы жалғанады деген сұраққа келсек, фыстықчы шахап ережесімен, егер де дауыссыз дыбысқа аяқталған болса, міндетті түрде мән беруіңіз керек. Фыстықчы шахап сөзіндегі дауыссыз дыбыстарға аяқталып тұрса, онда тыдан басталатын жалғаулық жалғанады. Және де лайфхактарға қатысты
иә, а болса и болса и деген осы ереже бойынша жалғанады. Келесі киши эке, жаңағы жіктік жалғаулықтары. Бән үшін ме, сән үшін не, ода ешқандай киши эке жоқ. О сөзінде біз ке, сіз, ныз, нез, нуз, нүз, онлар, лар, лер. Енді сұраулы сөйлем жасау үшін бізге қандай жалғаулықтар? Шылаулар, иә? Сұраулық, шылаулар. Жалғаулық емес бұл. Себебі бұл сөздерден бөлек жазылады екен. Сұраулық, шылаулар бізде 4 түрлі: м, ми, му, мө деген сұраулық, шылаулар келеді екен. Осылардың біреуі таңдалады, яғни алдында тұрған сөздің соңғы буынына қатысты. Егерде соңғы буында а дауысты дыбысы болса, м жалғанады, дауысты дыбысы болса, и жалғанады, иә? А болса, и болса, и, у болса, у, болса, деген лайфхактар деген ережеге қатысты жалғанады екен. Енді біз сіздермен мысал келтірейік. Мысал үшін есімдіктерден кейін етістік келеді дедік. Біз сіздермен кел деген етістікті алып отырмыз. Кел деген түрік тілінде гәл деп айтылады екен. Гәл, бән, гәл, мен кел деген осы жерде сөйлем тұр. Бірақ енді мен кел деген болмайды. Өткен шақты айту үшін қазақ тілінде не дейміз? Мен келдім. Келді деген бұл өткен шақтың жалғаулығы. Қазақ тілінде айтып отырмын, иә? М деген бұл жіктік жалғаулығы. Мен келдім. Дәл сол сияқты енді түрік тілінде де солай екен. Бән гәлдім. Қараңызшы. Бән гәлдім. Сән гәлдің. Сен келдің. Неге ди деген өткен шақтың жалғаулығының ішінен диді таңдап отырмыз? Себебі гәл сөзі л деген дауыссызға аяқталып тұр. Л фыстықшы шақаптың ішінде жоқ. Сондықтан д-дан басталатын жалғаулық жалғаймыз. Д-дан кейін қандай әріп тұратыны бұл гәл, яғни болғандықтан біз иді таңдадық деп, иә? Ди деген жалғаулықты таңдаған екенбіз. Барлық жерде ди жалғаулығы болады, және де жіктік жалғаулықтары болады одан кейін. Бән гәлдім, сән гәлдің, о гәлді, біз гәлдік. К жалғанады енді, иә? Жіктік жалғаулығынан. Біз гәлдік, сіз гәлдіңіз, онлар гәлділер, немесе онлар гәлді деп те айтуға болады екен. Мен келдім, сен келдің, ол келді, біз келдік, сіз келдіңіз, сендер келдіңдер, олар келді. Осылай дәлме-дәл қазақ тіліндегі сияқты ешқандай қиын емес. Келесі, енді біз болымсыз сөйлем құрастыру үшін ма немесе ме жалғаулықтарының біреуін таңдаймыз дедік, иә? Гәл етістігі жіңішке әріптен құралып тұрғандықтан ма деген жалғаулықты, болымсыз жалғаулығын таңдай алмаймыз. Себебі үндестік заңына сәйкес келмей қалады. Мысалға, қазақ тілінде мен келмедім деген сөзді, иә, мысал үшін мен келмадым деп айта алмаймыз. Ол дәл сол сияқты түрік тілінде де ол дұрыс емес екен. Ме деген жалғаулық таңдалады екен. Бән гәлмедім, мен келмедім. Сән гәлмедің, сен келмедің. О гәлмеді, ол келмеді. Біз гәлмедік, біз келмедік. Сіз гәлмедіңіз, сендер келмедіңдер, немесе сіз келмедіңіз. Онлар гәлмеді, олар келмеді деген сөйлем пайда болды. Келесі бізде бұл не екен? Сұраулы сөйлем енді қалды. Сұраулы сөйлем жасау үшін бізге сұраулық шылаулықтар м, ми, му, мө 4 түрінің біреуі таңдалады дедік. Енді қараңыз. Бән гәлдім деген сөзге қандай сұраулық шылаулық таңдайтын едіңіз? Ойланып қараңызшы. Бән гәлдім м бола ма? Немесе бән гәлдім му бола ма? Немесе бән гәлдім мө бола ма? Жоқ, болмайды. Бұлардың ішінен ми деген сұраулық таңдалады екен. Бән гәлдім ме,
Ben geldim mi? Яғни өздеріңіз аударыңыздаршы, не деп тұр? Sen geldin mi? O geldi mi? Biz geldik mi? Siz geldiniz mi? Onlar geldi mi? Немесе onlar geldiler mi? Ya? Men keldim be? Sen keldin be? Ол келді ме? Біз келдік пе? Сіз келдіңіз бе? Олар келді ме? Енді бізде келесі бұл болымсыз сұраулы сөйлем құрастыру керек. Болымсыз болу үшін бізде жалғаулықтар ма немесе ме дедік. Бұның ішінде ме таңдалды. Бәріне ме деген жалғаулығын қойып шығайық. Енді ben gelmedim қайсысы болады? М, ми, му, мө сұраулық-шылаулықтардың қайсысы болады? Ендеше ben gelmedim mi? Мен келмедім бе? Sen gelmedin mi? Сен келмедің бе? Енді осы жерде айтып өтейін. Гәл етістігіне жалғанып отырған жалғаулықтар бар, я? Одан кейін сұраулық-шылау бар жалғанып тұрған. Осы сұраулық-шылау, мынау жалғаулықтар гәл сөзіне бірге жазылса, шылау бөлек жазылады. Осыны есте сақтаңыздар, жақсы ма? Gelmedim mi деп бірге жазып жүрмеңіздер. Gelmedim mi? Так, ары қарай. O gelmedi mi? Biz gelmedik mi? Siz gelmediniz mi? Onlar gelmediler mi? Мінекей осылай дәл қазақ тіліндегі сияқты жалғаулар жалғанады екен. Ары қарай сіздерге ерекше бір әдіс ұсынғым келіп отыр. Бұл әдісті мен өз басым ағылшын тілін үйренер кезде қолданған болатынмын. Әсіресе осы шақтарды ағылшын тілінде 12 шақ бар ғой енді. Сол шақтарды тезірек есте сақтау үшін бұл әдіс өте пайдалы. Түрік тіліне де осы әдісті қолданып арнайы қосқым келді. Өзімнің курсымды қайтадан жаңалап түсірудегі себебім де осы болатын. Енді бұл әдіс shadowing әдісі деп аталады. Ағылшынша shadowing деген, яғни көлеңке деген сөз ғой. Енді көлеңкеге қатысы жоқ, әдістің бірақ қайталау. Түсіндіріп өтейін алдымен әдісті. Бұл әдіс қалай болады жалпы? Бізге бір мәтін беріледі, ол мәтін осы шақта болса, мысал үшін, біз оны ешқандай жазбастан, сол оқыған күйінде оны өткен шаққа жалғаулығын жалғау арқылы және де сөйлемнің мағынасы болатындай етіп не істеуіміз керек? Ауыстырып отыруымыз керек екен. Әр оқыған сайын, мысалға, осы шақтағы сөйлемді өткен шаққа ауыстырып, алдағы уақытта келер шақты өтеміз, дәл солай келер шаққа ауыстырып, етістіктің, яғни жалғаулықтарын ауыстырып отыруымыз керек екен. Жазбастан, бірден оқып отырып ауыстыруымыз керек. Енді алдымен бір сөйлемді ауыстырып сіздерге көрсетейін. Мұхтар сабах әркен kalkıyor. Мұхтар таңертең ерте оянады. Kalk деген бұл оян деген сөз, немесе тұр деген сөз, етістік. Осыған yor деген осы шақтың жалғаулығы жалғанып тұр. Енді біз бұны өткен шақта айтып көрейікші, қалай болады екен. Мұхтар сабах әркен kalktı. Т деген жалғаулық жалғанады, Kalk етістігіне т жалғаулық жалғанады. Бұл өткен шақта қалай болды? Яғни Мұхтар таңертең ерте оянды болды, қазақ тіліне аударатын болсақ. Міне, осы сияқты біз қазір енді жазып көрсетіп отырмыз ғой. Бірақ үлкен мәтін беріледі, мінекей. Осы мәтінді біз не істейді екенбіз? Осы шақта тұрған мәтін бұл. Осы шақтағы мәтінді өткен шаққа бірден оқып отырып, аударуымыз керек екен. Өткен шаққа аударуымыз керек, яғни қазақ тіліне аударыңыздар деп жатқан жоқпын. Етістікке жалғанған жалғаулықты бірден етістікке өткен шақтың жалғаулығын жалғап, бірден өткен шақта сөйлемді айтуымыз керек екен. Бұл сөйлемді бір қызығы мен сіздерге қазір аударып бермеймін. Сіздер өздеріңіз аударуға тырысыңыздар, сөйлемді түсініп, егер де аударғандарыңызды маған жіберіңіздер, байқап көрейік, қандай деңгейге жетіп қалған екенбіз. Жақсы, ендеше қазір мен сіздерге сөйлемді алдымен толық оқып берем, одан кейін осы шақ жалғанған етістіктің жалғаулықтарын өткен шаққа ауыстырып, сіздерге қайтадан айтып көрсетемін, жақсы ма? Bugün pazar. Sokaklarda çok az insan var. Bazı mağazalar kapalı. Çünkü bugün tatil.
Pek çok insan evde oturuyor, dinleniyor. Ben de pazar günleri genellikle evden çıkmıyorum. Sabah geç uyanıyorum. Önce ailemle güzel bir kahvaltı yapıyor. Sonra gazete okuyorum. Pazarları gazeteler çok güzel bulmacalar veriyor. Eşim ve ben beraber bulmaca çözüyoruz. Bazen satranç oynuyoruz ve müzik dinliyoruz. Güzel havalarda bahçede oturuyoruz. Ben pazar günleri çok eğleniyorum. Енді көріп тұрғандарыңыздай, осы шақтың жалғаулықтарын, етістікке жалғанған осы шақтың жалғаулықтарын әдейі не істеп қойдым, қызылмен бояп қойдым. Енді осы жалғаулықтарды өткен шаққа ауыстырып оқуымыз керек қайтадан. Бүгін пазар. Ауыстырған кезде, одан кейін етістіктің жалғаулықтарын өткен шаққа ауыстырған кезде мән беріңіздер. Ол жалғаулық өткен шаққа ауыстырған кезде ол сөздің мағынасы бола ма екен, міндетті түрде соған мән береміз. Егер де өткен шаққа ауыстырғанда мағынасы, мәні болмай қалса, онда ол сөйлемді ауыстырмай қою керек болады. Bugün pazar. Sokaklarda çok az insan var. Bazı mağazalar kapalı. Çünkü bugün tatil. Pek çok insan evde oturdu. Dinlendi. Енді әрине бұл жерде сөйлемнің өткен шақтағы мағынасы болмай қалуы мүмкін. Яғни сөйлемнің мағынасы дегенде алдыңғы сөйлеммен қараңыз. Çünkü bugün tatil. Бүгін деген сөз, бүгін деген осы шақта тұрғандықтан, одан кейін біз өткен шақтың жалғаулығын келесі сөйлемге, етістікке жалғасақ та, бұл сөйлемнің мағынасы сәл болмай қалады. Сол үшін бүгін деген сөздің өзін ауыстыруымыз керек. Соны айтып тұрмын. Dün деп алсақ болады. Dün деген кеше, Dün pazar. Sokaklarda çok az insan var. Bazı mağazalar kapalı. Çünkü dün tatil. Бүгін сөзін, яғни кеше сөзімен ауыстырып отырмыз. Сол кезде бұл сөйлемнің кішкене мағынасы болады. Pek çok insan evde oturdu, dinlendi. Ben de pazar günleri genellikle evden çıkmadım болады. Çıkmıyorum деп тұрмыз ғой. Çıkmadım болады. Енді біз өткен шақта айтып жатырмыз ғой бұның барлығын. Çıkmadım немесе болмайды, çıkmadım болады. Sabah geç uyandım. Önce ailemle Lale жалғаулығы бұл жерде. Önce ailemle güzel bir kahvaltı yaptım. Sonra gazete okudum. Pazarları gazeteler çok güzel bulmacalar verdi. Енді бұл жерде де сәл сөйлемнің мағынасы болмай қалды. Бірақ сонда да ауыстыру ең бастысы бұл жерде біздің миды жаттықтыру ғой, осы шақтан өткен шаққа жалғаулықтарын бірден жалғап, миды жаттықтыру. Eşim ve ben beraber bulmaca çözdüm. Çözdüm емес, çözdük болады. Біз болып тұр ғой. Eşim ve ben beraber bulmaca çözdük. Bazen satranç oynadık ve müzik dinledik. Güzel havalarda bahçede oturduk. Ben pazar günleri çok eğlendim. Неке? Осылай не істейді екенбіз? Біз өткен шаққа ауыстырып шықтық барлық жалғаулықтарды. Көріп тұрғандарыңыздай, менше бір ойын сияқты өте қызықты нәрсе. Ойын түрінде қабылдап, жеңіл жаңағыдай үйреніп кетудің жолы деп айтуға болады. Сөйлем біраз үлкен сияқты көрініп тұрған болуы мүмкін, бірақ аударып түсінуге тырысыңыздар. Не жайлы айтылып жатыр, мәтіннің ішінде қиындық туындап жатса, әрине міндетті түрде жазыңыздар, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Біз енді бастап жатқандықтан ондай нәрсе болып тұрады. Сізді келесі сабағымда көруге асықпын. Көріскенше, hoşça kalın.